Сәлеметсіңдер балалар. Мен Самакова Айнура Сейдалықызы, Жамбыл облысы Қордай ауданы номер 14 Әбіл Нүсіпбаев атындағы орта мектебінің биология пәнінің мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен 5 сынып жаратылыстану пәнін өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашу үшін мына сұраққа жауап беріп көрейік. Суретте не көріп тұрсыздар? Бұл құрал қалай аталады? Не үшін қолданылады? Балалар, суретте көріп тұрғанымыз тірі организмдер. Тірі организмдер әлемі өте әр алуан екенін білеміз. Олардың қалай өмір сүріп, өсіп, қоректенетінін, көбейетінін түсіну үшін олардың құрылысын зерттеу керек. Ал құрылысын зерттеу үшін микроскоп құралын пайдаланады. Микроскоп, яғни тірі организмдердің құрылысын зерттеу үшін қажет. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы құпияны ашатын құрал қандай? Оқу мақсаты микроскоппен жұмыс істеу ережелерін қолданады. Бағалау критерийлері микроскоптың шығу тарихын біледі, микроскоптың құрылысын анықтайды, микроскоппен жұмыс істеу ережесін біледі және қолданады. Ұлғайтқыш құралдар лупа мен микроскоптың шығу тарихына көңіл аударайық. Микроскоп барлық тірі ағзалардың өте ұсақ бөлшектерін көруге мүмкіндік берді. Ұлғайтқыш әйнектер біздің заманымыздың 1 ғасырында өмір сүрген Рим философтарының еңбектерінде кездеседі. Тек 17 ғасырда заманауи физика мен астрономияның атасы Галилео линзалар мен фокустандыру қағидасын тұжырымдады. Роберт Гук 1665 жылы ең алғашқы қолдануға жарамды британдық микроскопты жасады. Бұл жарық микроскопы 2 жинақтаушы линза жүйесінен тұрды: объектив және окуляр. Гук ұлпалардың көптеген ұсақ жеке құрамдас бөлшектерден тұратын байқап, оларды 1665 жылы ашты және оларға жасуша деп ат қойды. Гук негізінен қабықты, яғни өлі өсімдіктің жасушаларын зерттеді. Ең алғаш рет тірі жасушаны микроскоппен көрген адам Антон ван Левенгук. Микроскоптың шығу тарихымен танысып білдік. Әр түрлі организмдердің жасушаларының құрылысын анықтау үшін микроскоп қажет. Олай болса, балалар, микроскоптың құрылысымен танысайық. Микроскоп, грекше микро, ұсақ, скопе, қараймын, өте ұсақ заттарды 100-ден 2000 есеге дейін үлкейтіп көрсететін күрделі құрал. Микроскоптың негізгі бөлігі үлкейтіп көрсететін әйнектері бар көру түтігі. Көру түтігінің жоғары жағында 2 линзасы бар окуляр орналасқан. Төменгі жағында бірнеше линзасы бар объектив орналасқан. Көру түтігінің 2 жағында бұрандамасы бар. Бұрандама арқылы көру түтігін жоғары көтеріп, төмен түсіруге болатын тұтқаға бекітіледі. Көру түтігінің дәл астында ортасы тесік заттық үстелше орналасады. Заттық үстелшенің астында жарық қабылдайтын айналмалы айнасы бар. Микроскоптың барлық бөлшектері орнықты тұру үшін табанға бекітіледі. Затты тек жарықтың көмегімен көретіндіктен жарық микроскопы деп
аталады. Балалар, микроскоппен жұмыс істеу тәртібін де білуіміз қажет. Микроскоппен отырып қана жұмыс істеу керек. Оны үстелдің шетіне 5-6 сантиметр қашықтықта орнықты етіп қояды. Жұмыс істеп болғанша микроскопты орнынан қозғамайды. Қарайтын заттың дайын препаратын микроскоптың зат үстелшесі ортасына тесікке дәл келтіріп орналастырады. Қозғалмалы айна арқылы заттық үстелшедегі препаратқа жарық түсуін қамтамасыз ету керек. Жарықтың түскен-түспегенін окулярға қарап бақылайды. Зат анық көрінгенше көру түтігін бұрандамен жоғары, төмен қозғауға болады. Объективпен көрінетін заттың ара қашықтығы 1 сантиметр болғанда зат анық көріне бастайды. Жұмысты аяқтағаннан кейін микроскопты қорапшаға саламыз. Ал балалар, бүгінгі тақырыпқа қатысты тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: микроскоп бөлімдерінің аттарын жаз, атқаратын қызметтерін кестеге толтырыңдар. Дескриптор: микроскоптың бөлімдерін анықтайды, микроскоптың бөлімдерін атқаратын қызметін сипаттайды. Екінші тапсырма: Синклейн әдісі. Микроскоп сөзіне 5 жолды өлең құрастырыңдар. Бірінші жол зат есім, екінші жол 2 сын есім, үшінші жол 3 етістік, төртінші жол 4 сөзден тұратын сөйлем. Сөйлем ойды білдіру керек. Бесінші жол алғашқы сөздің синонимі. Дескриптор 5 жолды өлең құрастыра алады, микроскоптың қызметтерін анықтайды. Қанеки балалар, бекіту сұрақтарына жауап беріп көрейік. Менен сұрақ, сізден жылдам жауап. Ғалымдар микроскопты қандай мақсатқа пайдаланады? Микроскоптың барлық бөлімдерінің бекітілген тірегі. Микроскоптың жарықты қабылдайтын бөлігі. Микроскоптың бірнеше линзасы бар бөлімі. Көру түтігін қозғау қызметін атқаратын микроскоп бөлімі. 1665 жылы алғаш рет өсімдік қабығының жұқа кесіндісін микроскоппен көрген ғалым. Микроскоптың астында зерттелетін зат. Балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс берейік. SMS әдісі. Өте жақсы түсіндім. Мен үшін қызықты болды. Мен сабақты жақсы түсіндім. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.